Интернет желісінен осындай жапырақтармен әдемі суреттер салынғанын көрдім футболкаға. Сонымен ең бірінші мен жұмысым жапырақ іздеп шықтым. Кез келген жапырақты негізге пайдалануға болады, бірақ мен дәл осы видеодағыдай әдемі болып шығу үшін жапырақ іздедім. Негізі жүзімнің жапырағын пайдалансаңыздар әдемі болады. Менде дәл қазір ондай болмағаннан кейін осы бақтың ішінде қандай жапырақтар бар соны көрдім. Көбісінің мынандай узорлары кейбіреулер сәйкес келмейді екен. Осылай ішінде ұнатқан әдемі жапырақтарды көргенімді барлығын теріп алдым. Өзіме ұнаған жапырақтардың барлығын теріп алғаннан кейін үйге әкеліп осылай тура интернеттегідей доместоспен жасап көрейін деп шештім. Бірінші рет жасағалы жатырмын, сондықтан бірінші жапырақтарды осылай қалай қоюға болады деп әртүрлі вариантта қойып алдым. Потом тарелкаға осылай доместоста құйдым, жапырақтар әдемі бату үшін. И осы кезде бірінші нәрсе жапырақтардың барлығын былай реттеп қойып алғаннан кейін доместоске батырған кезде жапырақтардан тамшылап ағып тұрады. Вот әртүрлі варианттарда қойып көре беруге болады да, былай негізі жоғары қарай жіңішкертіп әкеткім келді, сондықтан қайтадан өзгертіп жапырақтарды тағы да бір қойып шықтым. Негізі бірнеше рет осылай жасап, содан кейін барып доместоспен жасадым. Енді доместосты жақындатып алдым, чтобы тамып кетпес үшін. Қараңыздар, осылай істеген кезде доместостан кәдімгідей тамып тұрады. Негізі осыны до конца күтіп тұрсаңыздар болады, бірақ ұзақ уақыт кетеді екен. Мен проба ретінде жасағандықтан ең бірінші футболкаға жасап көрдім. Осылай жапырақтардың барлығын батырып алғаннан кейін жаймендеп өзіміздің кәдімгі матаның бетіне қоямыз ғой. Матаның бетіне қойғаннан кейін осылай қолмен слегка ғана басып көрдім. Бірақ бұның бетінен негізі қағазбен немесе матамен солай бастырып тұрған жақсы, потому что жапырақтың үстіңгі жағына өткен доместосты екінші қағаз сіңіріп алады. Әйтпесе ол матаның басқа жақ бөлігіне жағылып, ол жерде дақ болып тұрып қалады. Шамал ғана ұстаймыз. Егер үтіктейтін болсаңыздар, үтік кәдімгідей мынаны кептіреді екен. Кептіріп жібереді. Міне бірден уже түсі өзгеріп бастап жатыр, тамып кеткен жерлерде көріп тұрсыздар, сразу көрінеді. Сондықтан максимально доместостың ағызып тастаған дұрыс, капляларын тамып тұрғандарын ше. Вот, осылай енді күттім, қаншалықты болады, қалай шығады екен деп біріншісін. Сосын осылай кеппей жатқаннан кейін үстінен пара қойып үтіктеп көрдім. Үтіктеп көрген кезде осылай кейбір шеттері кебеді, үтіктегенде әр жері әр түрлі болып кебеді екен. Барлығы бірдей емес. Сосын жапырақты теріс жақ бетінен де қойып көрдім, қандай узор түседі. Негізі теріс жақ бетінен қойсаңыздар, узорлары кәдімгідей ортадағы сызықтары солай шығып тұрады екен. Міне әр қайсысы әр түрлі болып кепті. Бұл менде қара кәдімгі футболкаға арналған мата болатын, өзім қолдан тігіп алған футболкам. Сосын жалко емес, қалай болса солай жасап көрдім өзіме ыңғайлы вариантта. Бірақ осылайынан кеуіп шықты, бұл ашық сары болып. Одан кейін өзімнің осылай киіп жүрген бір жыл болған, уже өзім тігіп алғам, тоже осылай киіп жүрген двойкам болатын. Бұл трехнитка матасынан жасалынған, түсі темно-синий болды. Бұған да жапырақтарды тоже жасап көрейін дедім. Доместоста тоже сол ыдысқа құйып, тым көп қылып құйып жүрмеңіздер, сол кезде қатты шашырамайды. Осылайынан жапырақтарды қойған кезде бұның түсі вообще басқаша болып шықты. Біріншісінде осындай қанық, оранжевый сияқты болып шыққан болатын. Жапырақтардың барлығын қойған кезде, ал уже толық кепкеннен кейін түсі мүлдем басқаша болды. Қараңыздар, шалбарына да жасадым, жанына осылай болды, түсі кәдімгідей ашылады, толық кепкенге дейін. Бірақ енді доместостың иісі кәдімгідей бастапқы кезде шығып тұрады. Егер үйде жасаған болсаңыздар, үйдің үшін доместостың иісі, яғни хлордың иісі кәдімгідей шығып тұрады. Бір бөлмені біз осылай 2 күн бойына терезені ашып қойып отырдық, доместостың иісі болғаннан кейін. Үстіңгі бөлігіне де тура осылай жасадым. Полностью иық жағына да, бір жақ бөлік артқы жағына да жасадым. Барлығы әдемі ерекше болып шықты. Хлордың иісі болғандықтан стиркаға бірінші жай салып жуып алдым. Толық кепкеннен кейін бір күн кептіріп алдым, кәдімгідей толық кепсін деп. Сосын кейін стиркаға салғанымда шайғанды ештеңе алған жоқ. Міне футболкада сол күйі шықты. Тіпті мынау үсті барлығы өз күйінде тұрды, бірақ әшейін шайған кезде хлордың иісі кеткен жоқ. Сондықтан кәдімгі порошок салып, кондиционерлер салып, тағы да салдым. Мына жерде менде негізі дақ болған. Дақтың орнын кәдімгідей көрініп тұр, білінбейді екен. Ал енді
осылай өзімнің үстіме енді алдыңғы образбен осы образды салыстырып көріңіздер. Узор салғаннан кейін киіп көрдім. Бұрын мынандай болған болатын, иә. Ал енді бұл жолы мүлдем басқаша, ерекше болып шықты. Өзіме қатты ұнады. Қазір сыртқа шыққан кезде далаға осы киімді киіп жүрмін. Барлығы қызыға қарайды. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Тек қана доместос емес, кез келген белизнамен жасай беруге болады. Просто доместоспен жасаған кезде осылай түс шыққан көрдім. Осы түс өзіме ұнағандықтан тоже жасап көрейін дедім. Кстати, әртүрлі матаға әртүрлі расцветкамен шығады екен.